Қазақстандағы қалың мал мөлшері қандай? Орта есеппен елімізде қыздың құны 500 мың теңгеден басталады екен. Ең қымбаты 2 миллионнан асып жығылады. Ал кейбір өңірдің аруларын қалың мал төлемей-ақ шаңырағыңызға келін қылып түсіре аласыз. Оңтүстік өңір қазақтың байырғы салтын бұзбай сақтауымен ерекшеленетіні жасырын емес. Сонымен ана сүті, әке күші деп басталатын сұраудың топ басында Шымкент шаһары тұр. Мұнда күйеу бала қалыңдық үшін 1 не 3 миллион теңгенің көлемінде қалың мал береді екен. Тіпті 7 миллион алып келген жағдайлар болған. Қызылорда мен Маңғыстауда қалың мал 1 миллионға жеткен. Кейбіреулер 800 мың 900 мың береді. Той малына қой немесе 50 немесе 60 мың теңге беріледі. Ал ана сүті 200 мыңнан басталады. Таразда баға 1 миллион мен 2 миллион арасында. Алматы қаласы және Алматы облысында қалың мал құны аса қымбат емес. Бұл өңірлерге құда түсіп барғанда қалтаңызда кемі 500 мың болуы тиіс. Алайда шаңырақ көтеру тойларында екі жақ бірігіп жастарға бағалы сыйлық ұсынады. Қоржын, киіт кигізу жоралғылары жасалады. Көбінесе киіттің мөлшері мен сипатын қос құдағи алдын ала келіседі. Қанша жағалы киім, қанша алтын, күміс, көйлек жаулық, шапан шапқыт қажет екендігін сұрасып біліп алады. Талдықорғанда қалың мал жоқ. Бірақ ана сүті бар. Ал қалың малдың бағасы төмен өңір Шығыс Қазақстан деп танылды 500 мың теңге. Көк тиын шығын шығармай қыз алуға болатын жерлер де жоқ емес. Батыс өңірінде, оның ішінде Ақтөбе, Атырау, Оралда қалың мал берілмейді. Бірақ сүт ақысы бар. Ол 500 мың теңге. Әркім жағдайына қарай береді. Ана сүтін беріп жатады, алтын тағып жатады. Павлодар және Қарағандыда да аталған дәстүр өз мәнін жоғалтқан. Солтүстікте қалың мал берілмегенмен ана сүті, әке жолы деген ұғым қалыптасқан. 200 мыңнан басталады. Алайда қыздың абыройы үшін жасауына барлық тұрмысқа қажетті дүниелер, киім-кешектері енеді. Ата-анасына алтыннан шапан жауып, үлде мен бүлдеге орайды.